Жақсымен өткізген өмір. Жақсымен өткізген жарты сағат жаманның өтіп кеткен өміріндей, деп атам қазақ бекер айтпаған. Бір атақты жігіттің әйелі өмірден өтеді, және ол енді ешқашан үйленбеймін деп барша достарына ант береді. Ұзақ жылдардан кейін бір күні қаладағы базарлардың бірінде жүрген кезде оны бір телеарна журналисті тоқтатып алып, былай сұрақ қояды: «Сіз неге бірінші жарыңыздан кейін қайта үйленбедіңіз?» Жігіт былай деп жауап береді: «Себебі мен ол секілді жанды қайта таба алмадым». Журналист сонда таңданып: «Қаншама жылда оған ұқсас бірде-бір жан жолықпады ма?» деп сұрады. Жігіт жай ғана күлімсіреп: «Мен сізге оның маған қандай адал жар болғанын бір ғана оқиғамен айтып берейін», деді. «Бір күні мен онымен қатты ренжісіп қалдым да, ашумен: жоғал үйден, кет, әке-шешеңнің үйіне, көзіме көрінбе», деп айғайладым. Ол үндеместен үйден кетіп қалды. Араға апта салып, мен оны қатты сағындым да, қайтып келуін сұрап, іздеп бардым. Есікті қағып едім, ол есікті өзі ашып, мені қатты құшақтап алды. Сосын құлағыма ақырын: «Тек сенен бір өтініш, бұл жағдайды әке-шешеме айтпа», деді. Мен оларға күйеуім іс-сапарға кетті деп айттым. Ал өзім сіздерге қонаққа келдім, деді. Олар ештеңе білмейді дегенде, әйелімнің көзіне қарап, жүрегім сыздап, жаныма қиянат жасаппын-ау, деп жаным сыздап жіберді. Содан бері қатты жүрегім сағынады. Жігіт журналистке: «Ал, енді маған өзің айтшы, осындай менің сырларымды сақтайтын, мен жоқта мені барлығынан қорғайтын жүректі енді қалай табамын?» Негізі өмір ғажап және бізге өте көп жақсылықтар сыйлайды. Бірақ сол сыйлардың ең кереметі бізді шын жүректен сүйетін жан. Әр адамға осындай махаббатқа, мейірімге және түсіністікке толы жүректі жанды жолықтыру бақыты бұйырсын.